Жалпы мынандай бір қызық нәрсе бар. Стресске қатысты. Бұл туралы өте көп ақпараттар бар ютубта, жалпы интернетте. Бірақ стрессті бір қысқаша туындау себебін мысалы мен көрсетсем. Екеуміз көлік айдап бара жатырмын. Сіз, мен. Рульде сіз. Көлік сағатына 250 км тездікпен, жылдамдықпен жүріп бара жатыр. Қорқасыз ба? Әрине қорқпайсыз. Қорқсаңыз түспейтін едіңіз. Яғни ол жылдамдыққа көтерілмейтін едіңіз. Енді екінші көрініс. Дәл тура солай. Сағатына 250 км жылдамдықпен көлік қозғалып бара жатыр. Бірақ рульде емессіз, рульде менмін. Ал сіз қасымда жолаушы орнында отырсыз. Қорқыныш бола ма? Болады. Стресс бола ма? Әрине болады. Адам не істейді? Стрессқа кетеді ол кезде. Не үшін? Ол 250 км сағатына жылдамдықтан ба? Жоқ, одан емес. Бәлкім ана бір көлікті басқара алмағандықтан. Біздің өміріміздегі стресстер неден туындайды екен? Өз өмірімізді басқара алмаған кезімізде. Біздің өмірімізді біз емес, біздің ішіміздегі қалаулар басқарған кезде. Яғни мынандай бір маркетингтің құрбанымен барып, қызығушылықпен бір киімді алып қою, және десе ол киімнің уақыт өте қажетсіз екенін түсіну. Немесе мынандай бір гаджеттерді алу, және десе оның уақыт өте актуалдылығын жоғалту деген секілді. Міне осылай қысқаша мысалмен өміріміздегі стресстердің қалай орындалатынын бөлістім. Енді не істеу керек? Өз өмірімізді қолға алу қажет. Қолға алу бірнеше әрекеттерден тұрады. Бұл тағы айналып келетін сол жоспар құру, жауапкершілік алу, өмірге бандай бір есейген көзқараспен қарау, адамдарға өкпе ренішпен емес, бәлкім жауапкершілікті өзіңе алу. Мен позициясына өту. Мен позициясына өткен кезімізде ситуациялар бізге жеңілдей бастайды. Жәнесе өмірімізді басқаруды оңайлатады. Мысалға, мені тыңдамай жатыр. Кім? Ата-анам, немесе әйелім, немесе балаларым, достарым мені тыңдамай жатыр. Менде екінші жолы бар. Мен тыңдата алмай жатырмын. Қай бірі жеңілірек? Қай мәселені шешуге болады? Ойлап көріңіз. Мені тыңдамауларын шеше алам ба? Әлде мен тыңдата алмай жатқанымды шеше аламын ба? Мен қай біріне әсер бере алам? Жауапкершілікті басқаға итермелеген кезімде, мен ол нәрсеге әсер беруім әрине төмендейді. Ал егер жауапкершілікті мен өзіме алатын болсам, ол кезде не болады? Мен ол кезде әрекет ете алам. Мен өзгертіс белгілі бір дәрежеде кірте алам ол нәрсеге. Сол себепті, яғни бұрында айтқанбыз, стресстен шығу үшін, бұрынғыларды айтатын болсақ, ол ескі тозығы шыққан нәрсені қайттан қазып алу сияқты көрінеді. Яғни ол стресс кезеңде фитнеске бару, жүзу, немесе табиғатта серуендеу деген сияқты мәселелер. Бұларды осы күнге дейін айттық, жетерлік. Бірақ стресстің бандай бір кейде неден туындайтындығын ашықтай алмай қалып жатамыз. Бұл неден туындайды екен? Өміріміздің тізгінін жоғалтқан кезде, өз өмірімізге өзіміз қожайын бола алмаған кезде, өміріміздің бақылауы қолдан кеткен кезде, ізден шыққан кезде екен. Ал оны қолға түсіру үшін, ізіне қайтару үшін ең бірінші жасалынатын нәрсе бұл жауапкершілік позициясына өту. Мен. Бұл өмірдің несі мен, демек бұл өмір үшін мен шешім қабылдаймын. Мен тыңдата алмай жатырмын, мен өзгерте алмай жатырмын, мен оқи алмай жатырмын, мен дұрыс білім ала алмай жатырмын деген. Бұл кінәлау емес, бұл өз-өзіңді жазғыру емес, бәлкім жағдаятқа дұрыс, адекватно қарауға мүмкіндік беретін әдіс. Ал сіз стрессті неден туындайды деп ойлайсыз, немесе сіз жиі неден стрессовать етесіз, и ондай кезде оның шешіміне не ұсынасыз? Бәлкім сіз секілді стресс алатын кісілерге сіздің ақпаратыңыз пайдалы болар. Жақсылықта жүздескенше.